Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тауық қанаттарын дайындаймыз. Тауық қанатына қажет ингредиенттер: тауық қанаты, күнбағыс майы, сарымсақ, қызылбұрыш, қарабұрыш, лимон шырыны және тұз. Қызылбұрыш, қарабұрыш және тұзымызды, сарымсағымызды салып, кейін лимонымызды сығамыз. Жақсылап лимонымызды сығып, араластырып болған соң күнбағыс майын құямыз. Тауық қанаттары күнбағыс майына батып тұруы қажет. Тауық қанаттарын күнбағыс майын құйып болған соң араластырамыз да кейін бір түнге немесе 4-5 сағатқа маринадтап қоямын. Бір түн өтті. Бір түн өткеннен соң мен қанаттарымызды алып ұнға былғаймын. Ұнға былғап алған соң жұмыртқаға салып оны кейін панкоға былғаймын. Панконы сіз кез келген дәмдеуіштер сататын дүкеннен алуыңызға болады. Осылай барлығын істеп дайындап аламыз. Барлығын дайындап алған соң табамызды қыздырамыз. Майымыз жақсылап қызуы керек. Сырты қызарғанша табамызда қуырып аламыз. Барлығын қуырып болған соң пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз қайтадан. Іші қызарып тұрмас үшін пеште қайтадан пісіреміз. Сіз де осындай дәмді тауық қанаттарын пісіріп көріңіз. Еш өкінбейсіз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.